Жақсы, біз сөз мағыналарын өттік. Оған кіріскен жоқпыз әлі. Керісінше 5-ті орындау керек еді, сіз 6-ны орындап қойдыңыз. Жақсы, әр нәрсенің бір жақсылығы болады. Қолдану аясы шектеулі сөздер дегенді қалай түсінуге болады? Қолдану аясы деген не? Белгілі бір аймаққа ғана байланысты немесе көп қолдана бермейді, жалпы халық қолдана бермейді оны. Мысалы, жалпы халыққа түсініксіз, белгілі бір адамдарға ғана түсінікті болады ол сөздер. Ол сөздерді біз күнделікті қолданбайтын сөздер. Өте жақсы. Күнделікті қолданбаймыз. Айнұр, келісесіз бе? Қолдану аясы шектеулі, яғни барлығы бірдей біле бермейді оны. Шегі бар, осы адамдар біледі, осы адамдар білмейді деген, иә? Солай ғой. Әйгерім, біздің даусымыз сізге жақсы естіліп жатыр ма? Түсініп жатсыз ба? Микрофоныңызды өшірмей ақ қойыңыз, иә? Біз енді жауап беріп отырсаңыз сізге жақсы болады, иә? Қолдану аясы дегенде түсіндіңіз ба? Иә. Біздің бірінші шартымыз түсініңіз, иә? Түсінбесеңіз, және бірден сұраңыз. Бірінші қолдану аясы шектеулі сөз ол көнерген сөздер. Себебі көнерген сөздер үнемі қолданыла бермейді. Көнерген сөздер дегенді қалай түсінуге болады? Көне, яғни ол ескі сөздер. Солай ма? Қолданыстан шығып қалып, тарихи шығармаларда ғана кездесетін көмескі сөздер. Көнерген сөздер екіге бөлінеді. Историзмдер және архаизмдер. Архаизмдер. Енді қараңыздар. Осы тақырыптың видеосын қарадыңыздар ма? Бірден айтыңыздар. Қарадық. Алия қарады. Мен қарадым. Айнұр? Ағай, қарадым. Айшуақ? Ағай, мен қараған жоқпын. Қарадым, ағай, қарадым. Мен не успела, мен қараған жоқпын. Әйгерім қараған жоқ, қалғандарыңыз қарады. Жақсы. Историзмдер деген, история деген сөзден аударуға болады, ол тарихи сөздер. Яғни, тарихи кезеңдер болады ғой. Жаугершілік заман, қазақ хандығы кезі, басқа кезі. Сол дәуір өзгергендігі, мысалы, хандық дәуір өзгерді де, елді хан емес, президент басқарып кетті ғой бізде. Түсіндіңіз бе? Демек, хан деген сөз автоматты түрде тарихтың бір қойнауына кетіп қалды, себебі хандық дәуірмен бірге ол сөз қолданыстан шығып кетеді. Дұрыс қой. Ол әрине, мысалы, біз Абылай жайлы айтып жатсақ, Абылайдың хан екендігін айтып, сол бір историзм, сол кезде ғана қолданамыз. Біз ескі бұрынғы бір жағдайды айтқан кезде, ал басқа бір жағдайда біз оны қолданбаймыз. Дұрыс қой? Тарихи сөздер қолданылған дәуірі өтіп, уақыты өтіп кеткендігі үшін ескі заманның өзімен бірге көнеріп кеткен тарихи атаулар. Тарихи сөздерді 3 топқа бөлуге болады. Қандай? Ел басқару, кеңес дәуірі, сосын қару-жарақ атаулары. Қару-жарақ атаулары. Өте жақсы. Ел басқару деген енді түсінікті, ел лауазымдарға байланысты, ел билеушілер, көмекшілері, мысалы, қазір біз ешкімді уәзір деп атамаймыз ғой, премьер-министр дейміз, немесе кеңесшісі деп атаймыз, дұрыс па? Біз ол кезеңнен өтіп кеттік себебі. Аймақтар, бөліктер, біз дуан деп, ұлыс деп атамаймыз қазір. Дұрыс қой? Қызметшілер, әскерлер, қосын, құл, күң, бұрын күңдік дәуір, құлдық дәуір болды ма? Болды. Бірақ ол дәуір өтіп кетті ғой. Демек, ол сөзде ескіріп кетті ма? Енді кеңес дәуір тұсында қолданылған әкімшілік сөздер. Оқушылар, мынау әр сөзді, енді мынау 100 басы, 1000 басы жандарм дегендер ол қатты қиын емес. Оны тауып алуға, түсініп алуға болады. Ал мына жердегі кейбір сөздер сіздерге бір жаңалық болып көрінуі мүмкін. Оларды есте сақтау керек болады. Себебі олар сұрақ болып келеді, жақсы ма? Әрі қарай. Енді қараңыздар. Екінші, кеңес дәуірі әдебиеті деген сөз, кеңес дәуірі кезіндегі әкімшілік сөздер дегенді қалай түсіну керек? Әкімшілік деген не ол? Әкімшілік, яғни басқаруға байланысты, Кеңес дәуірі кезіндегі басқаратын адамдардың қолданған сөздері немесе солардың атауларын біз әкімшілік сөздер деп атаймыз. Ағарту мекемесі. Неге қызыл деп атаған? Себебі, енді Красная армия дейміз, қызыл әскер деген енді ақтар қызылдар болып бөлінді ғой, тарихтан білесіздер ғой. Қызылдар жеңіп, билікке Сталин келді, Ленин келді деген дүние ғой. Сол үшін олар қызыл түсті
көтеріп барлық нәрсені қызыл деп атауға тырысты. Мысалы Ресейде, Мәскеуде Красная площадь дейді ғой. Неге ол именно красный деп аталады? Неге ол басқа қызыл тастан жасалады айналасында? Айнұр, сізде ау деймін, дыбыс артық болып жатқан. Иә, дауысы мешать етіп жатыр, пожалуйста. Жел болып жатыр. Жел. Подальше. Әрі қарай. Қызыл әскер кеңес үкіметінің әскери құрылымы. Осылай деп аталған. Демек, мына сөздер қазір қолданылмайды ғой мүлдем. Бұлар архаизмдер бола ма екен, историзмдер бола ма екен? Историзмдер. Бұлар Историзм. историзмдер. Мен бұлардың тізімін сіздерге суретке түсіріп жіберемін. Бұларды бір қайталап тұрыңыздар. Жарай ма? Отарба. Қызықты қараңыз. Қазір пойыз деп орысша қолданамыз да, бұрын отарба деп қазақша қолданғанбыз. Бірақ отарбамыз историзм болып есептеледі. Енді неге қазір ол қолданбаймыз? Себебі қазіргі біздің пойыздар отпен жүрмейді ғой. Иә. Сол үшін. Түсіндіңіздер ме? Ол дәуір өтіп кетті. Ең алғашқы атауы пойыздың отарба болған. Комсомол, пионер, иә? Біз пионерлерміз дейді ғой. Пионерлік ұйым дейді. Галстукпен бағай. Қазіргі жасылан жас қыран дегендер. Иә, дұрыс айтасыз. Анау Заттыбектің әні бар ғой. Ақ көйлек, қызыл галстук, жарасушы едік бәріміз деп келеді. Сол кезде мен ол пионер болған деген сөз. Қосшы, мынау енді тіпті мына сөздің мағынасын білмеймін ештеңе. Бірақ сондай сөз болған екен. Ұяғатшы дейді. Қара айғыр дейді, төраға дейді. Қараңыздар, қандай сөздер. Әсіресе төрағаға абай болыңыздар. Бұл қазірде қолданады, бірақ қазір қолданысы мүлдем басқа оның. Ол кездегі мағынасы бөлек, қазіргі мағынасы бөлек. Шамасы сол үшін бұны историзмге жатқызамыз. Жақсы ма? Қару-жарақ атаулар. Енді мүлдем қазір біз енді қолымызға сауыт ұстамаймыз ғой. Ол сауытты қазір пистолеттің оғы тесіп кетеді, бәрі одан пайда жоқ. Сол үшін дәуір өтіп кетті. Біз көбінесе оқушыларға әзілдеп емес. Шарайна деген не ол? Шарайна деген қандай қару-жарақ болып саналады? Көбінесе шатастырамын да мен. Шарайна? Сауыттың түрі ол. Мен жазылып тұр ғой. Сауыттың түрі. Мына біздің оқулықтың қызығы сол ғой. Ол әдейі бөліп бергенде түсінікті болсын. Мен сіздерге дәл осыны түсіріп жіберемін. Жарай ма? Сауыт түрлері, әскери бас киімдердің не екенін сұрайды. Олар енді біз жыраулар поэзиясына келген кезде әсіресе көп қолданамыз осыларды. Күлдірде гүлдер күснетіп күреңдім нермекенбіз, күдерден бау тағып күреукеге ермекенбіз деген жол бар. Ақтан берді де. Сондағы күреуге осы сауыт түрі. Бұрын қолданғанбыз, ал қазір қолданбаймыз. Мысалы, Жүсіпбек Аймауытов. Аймауыт деген не? Ол сауыттың түрі. Бадана көз деп келеді ғой қазақта. Әсіресе қыз үлкен көз деген мағынада. Соны сипаттаған кездегі бадана сол біздегі бір сауыттың түрі, яғни еске бол. Берен мылтық деп атайды. Дұрыс қой? Иә. Мысалы, дулыға. Дулыға Ақмолда деген әртіс бар екен, білесіздер ғой. Иә. Жыға, найза, айбалта, бұлардың барлығы ескіріп қалған қару-жарақ атаулары. Жақсы ма? Әріға, түсінікті ғой. Тарихи сөздер, кеттік, Әйгерім, бастаңыз. Хан, кебеже, уәзір, Аға Сұлтан. Төртеу болып кетті ғой, бізде максимум үшеу болады ғой. Болды, үшеу. Қайсысы үшеуі? Қай үшеуі? Уәзір, кебеже, хан. Уәзір, кебеже, хан. Кебеже деген не бізде, айтыңызшы? Сауыттың бір несі ма? Біреу ма? Привет, сізге қалайсыз? Кебеже деген сандықтың түрі, сандық. Сандық бізде қару-жарақ, немесе ел билеуші. Ол архаизм. Бұл типтелмей қалады. Ол архаизм, ол келесі тақырып. Хан болғандығы үшін ел билеуге байланысты Аға Сұлтан да историзм болады. Аға Сұлтан. Әйгерім дұрыс қой? Иә. Дүрия деген мата, Шидем деген мата, Биқасап деген мата, ал және Биқасап деген мата, Д деген уәзір. Ол да қалды ғой қазір, мүлдем қолданылмайды ғой, Әйгерім? Иә. Жақсы. Кеттік. Айшуақ, бірінші сұрақ сізде. Тез, уақыт жоқ. Қару-жарақ атауларына жатпайтын қатарды көрсетіңіз. Абыз болады ағай. Абыз, өте жақсы. Ол неге жатады? Архаизмге. Архаизмге жатқанда ағай ол. Ол да ел билеушілігіне жатады ғой. Иә. Абыз
Ол дінді салт ағай, дәстүрлерді терроризмге ұстап жатады адамдарды просто абыз дейді ғой. ел билеуге байланысты. Ел Өте билеуге жақсы, байланысты. өте жақсы. Қараңыздар. Ол, міне, ол историзмге жатады, тек ол ел басқаруға байланысты ол жатады. Қараңыздар, қару-жарақ Иә, атау иә. емес қой ол. Аха. Сұрақты Абыз дұрыс деген керек. ол елдегі салт дәстүрлерді сол дінге байланысты Сақтаушы, жариялаушы, иә. Иә. Ол бірақ қару-жарақ атау емес. Мейлі ол историзм болса да. 2. Айнұр, сізде. Кеңес дәуірінде қолданылған, қазір қолданысқа шығып қалған сөздерді белгілеңіз. Отарба, қызыл әскер, төраға. Дұрыс қой, иә? Иә. 3. Әлия. Шарайна, бадана сөздеріне тиісті қатарларды көрсетіңіз. Олар нелер, сауыт түрлері бұл. Сауыт түрлері болды ма? Және қазір. Көнерген қару-жарақ атаулары. Көнерген Бүкіл жауаптарды оқып шығу міндет болады бізге. Жақсы ма? Әйгерім, 4-ші сұрақ сіздікі. Сейчас. Архаизмді табыңыз. Историзм еместі табыңыз демек. Аха. Асадал ма? Айбалта, не бол айбалта дегеніміз? Айбалта деген жаңағы сауыт қой. Қару-жарақ. Иә? Қару-жарақ. Қару-жарақ. Демек ол историзмге жатады ғой? Жатады. Жандарым деген Жатады. ел билеуші ме? Ел басқару ісіне жатады. Түменше. Түменде солар. Ел басқарушы ханша да хандық дәуірде болған демек, автомат түрде кетті жауап асадал болады. Жақсы. 5-ші Айшуақ. Асадал. Тарихи сөздер мен архаизмдердің айырмашылығын табыңыз. Архаизмдерге қару-жарақ атаулары жатады. Жоқ, ағай, жоқ. Ол емес, тарихи сөздердің қазір айтам. Тарихи сөздер тек тарихи шығармаларда сақталған. Болды ма? Айырмашылық жоқ па басқа? Иә. Сосын тарихи сөздердің атауы өзгеріп қалады. Жоқ, ағай, соғаны болады. Тарихи сөздер мен архаизмдердің екеуінің айырмашылығы. Иә. Архаизмдер қолданыста мүлдем шығып қалған. Жоқ, ағай, ол емес. Қолданыста мүлдем шығып қалмайды архаизмдер. Олар жаңа атаулары пайда болып, қолданыла береді. Онда түсі бола ма? Архаизмдерге қару-жарақ атаулары жатады деген болмайды, ағай. Бұл өзі қате. Сосын архаизмдер қолданыста мүлдем шығып қалады. Ол да қате. Жоқ. Ол да қате. Тарихи сөздердің атауы өзгертіліп қолданыла ма? Жоқ. Жоқ, солай күйінде қолданылады ғой. Тарихи сөздерге тұрмысқа қажетті заттардың атаулары жатады, солай ма? Жоқ. Тұрмысқа қажетті сандық, ыдыс-аяқ, мата, тарихи сөздерге жата ма? Историзмге жата ма, ол жатпай ма? Жоқ, жатпайды, ағай, жатпайды. Ол архаизм да болады. Тарихи сөздер тек тарихи шығармаларда кездеседі. Өте жақсы. 6-ға келдік. Сұрақ кезегі Айнұр, сізде өдем қателеспесем. Тарихи сөздерге жататын атауларды белгілеңіз. А жауабы кеңес дәуірі тұсында қолданылған әкімшілік атаулары. Одан кейін қару-жарақ атаулары жатады. Ел басқаруда қолданылған атаулар. Керемет. Ал архаизмдерге келдік. Архаизмдер дегеніміз бұл әр халықтың тұрмыс тіршілігіне, салт санасына, әдет ғұрпына, дүниетанымына байланысты әр дәуірде, қараңыздар, қолданыстан шығып қалмаған ол заттар өзгеріп, басқаша сөздермен ауыстырылған, немесе ескіріп кеткен сөздер. Түсіндіңіздер ме? Иә. Яғни ол зат күйінде қалады, жай ғана оның атауы өзгереді, немесе ескіреді. Түсіндіңіздер ме? Иә. Жақсы. Тарихи сөздерден айырмашылығы, ол сөздер мүлдем қолданыстан шығып қалмайды. Бұлар жай ғана өзгереді, иә? Енді қараңыздар, архаизмдер мен историзмдер шатастыруда қиын ғой негізінде. Бірақ былай деп түсінуге болады. Ол тарихқа қатысы жоқ архаизм. Жарай ма? Тарихи кезеңге бір ешқандай қатысы жоқ болған. Саясатқа мүлдем араласпайды. Енді архаизмдерді осылайша бөлуге болады. Историзмдерді нешеге бөлуге болатын еді? Шартты түрде. 3-ке. Ал архаизмдерді 5-ке. Мата атаулар. Өкінішке орай, осы мата атауларының барлығын есте сақтау керек болады. Жаттау керек па, ағай? Жаттау дегенде күнде таңертең тұрып алып бұларды жаттамай-ақ қойыңыз. Жай ғана бір қарап өтсеңіз жеткілікті. Мысалы үшін, масаты,
масатыдай Қаңқа. құлпырған жердің жүзі дейді ғой, шығармаларда келеді, бірақ масаты дегеннің не екенін біз қазір білмейміз да. Бірақ ондай матаның түрі жоғалып кетті деген сөз емес қой ол. Иә, Жай ғана оны қазір басқаша атауы өзгереді. атайды. Иә? Мысалы шұғаның белгісі, шұға деген сөзден шыққан ғой. Иә. Бірақ шұғаның не екенін білеміз бе біз қазір айтсақ? Жоқ. Жібек оты сияқты емес пе ағай? Ал жібек десе білеміз бе? Иә, білемін. Білеміз. Демек, жібек деген матаның атауы архаизмге жата Шұға ма? ма? Иә, болады. Иә. Жақсы. Жоқ, ол жатпайды, себебі ол ескіріп кетпеген ғой. Иә. Ескірген болу керек ол мата атауы. Қазір қолданылмайтын болу керек. Қалай ол архаизм біз болады егер қазір қолданамыз. қолданылатын болса? Әдет ғұрыптар. Сауын айту, барымта, бес құда, ұрын бару, сыңсу, бастаңғы, балтамдап, орын сатпақ. Осылардың қазір қолданылуы өте сирек. Жарай ма? Иә. Бұлар архаизмге айналған әдет ғұрыптар болып есептеледі. Сауын айту дегеннің не екенін білеміз бе? Жоқ, білмеймін. Сауын. Здоровьясын, жоқ. Білмеймін онда. Сауын айту деген. Қал Жақсы хабар жағдай айту ма ағай? Сауын айту деген сөз. Сауын айту деген қателеспесем бір жерге барып құда түсу. Сауын айту деп. Құда? Қателеспесем. Шатаспасам. Аха. Барымта деген ол Мұхтар Әуезовтің шығармасы бар ғой, барымталау, яғни Иә. алып кету біреудің затын деген сөз. Бес құда дегенде бала енді туып жатқан кезде біреуінде қыз, біреуінде ұл болса, құдаластыру, ұрын бару деген сөз. Енді атастырып қояды ғой қыз бен жігітті. Иә, қалыңдығына өзгелерге білдірмей бару, сыңсу дегеннің не екенін білеміз. Деген секілді. Жарай ма? Ал мыналар қараңыздар. Балтамтап, орын сатпақ дегендер бұлар ойынның аттары. Жарай ма? Ойынның аттары. Аха. Жарыс қазан дегенде сондай. Үй тұрмысына қажетті заттар. Шайтан арба дегеннің не екенін білесіздер ме? Иә, велосипед қой ағай. Асадал, жағлан, кәтеп, лашық дегенді қараңыз енді. Лашық деген палатка ғой енді бір сөзбен, үйге керек қой ол Иә, да. палатка. Кебеже деген сандықтың абажа, сандықтың бір түрлері қателеспесем. Жаппа, аяққап, адалбақан, жастық ағаш, аяқ, өстек, енді бұл ерекше сөздер байқасаңыз. Атау бір айтқанның өзінде бізге құлаққа мұндай сөз болды ма деп бір естіледі. Себебі олар қазір тұрмыстан қалып кеткен. Ыдыс-аяқ атаулар. Торсық қазір қолданбаймыз, күбі қолданбаймыз, иә? Күбі деген білесіздер ғой? Иә. Қымыз. Иә. Пісіреді ғой. Піспек, таптаяқ, таба, осылардың барлығы ыдыс-аяқ атаулары архаизмдер болып есептеледі. Киім-кешек атаулары. Кимешек, шидем, кебіс, күпі, сәукеле, Мақатаевта келеді ғой, күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын дейді. Себебі күпі де шекпен де екеуі де архаизм болып есептеледі. Жақсы ма? Әйгерім жақсы ма? Иә. Тәукеле, кебенек, ішек, сақсыр, сырма, тыма, жалғабай. Бірінші рет естіп жатқан сөздерім тұр. Сол ғой, мәселе сол ғой. Бұлар енді атауы өзгерген. Қазір біз оларды басқаша қолданамыз. Немесе бұл енді көбінесе кейбір дүниелер мүлдем қолданбайтын шығар. Содан да шығар. Қарайық, кеңес дәуірінде қолданыстан шығып қалған сөздер тәуелсіздігіміз алғаннан кейін қайта жаңғырды. Бұл сөздер қазір көнерген сөздерге жатпайды дейді. Қараңыздар. Мынау сөздер діни терминдер, ислам, иман, бізде енді ол кезде атеистік заман болды ғой. Иә. Ол кезде олар ол кездің қазақтары үшін бұлар көнерген сөздер болып есептелді. Себебі бұрында қолдандық біз олардың үстінде. Ал қазір біз оларды қолданамыз ғой. Сондықтан олар көнерген сөздер қатарынан шықты. Демек, сұрақ қалай болып келеді? Әйгерім ұмытпаңыз, иә? Үнемі бір нәрсені айтып жатқан кезде, бұл қалай сұрақ болып келуі мүмкін деген фильтрмен оқып тыңдаңыз. Жарай ма? Демек, мынау қалай бұл сұрақ болып келуі мүмкін? Қандай сөздерді бұрын көнерген сөздер деп есептеді, қазір көнерген сөздер деп есептемейміз. Немесе есептелмейді десе, біз осыларды көрсетуіміз керек. Діни терминдер бірінші кезекте, әсіресе ислам дініне қатысты жыл атаулары. Қоян бар. Біз қазіргі күнге дейін негізі жыл атауларын олай деп қолданбаймыз да, шыны керек. Бірақ әйтеуір рұқсат берілді. Және ай атаулары, Наурыз, көкек, жарай ма? Әсіресе көкек деген атаулар. Сәуір айына. Сондықтан
мынау қараңыздар. Бұрын көнерген Наурыз, сөздер болған я ол. иә, бұрын Осы оларды сөздер. қолдандырмағандықтан бұрын көнерген сөздер болды кеңес дәуірі кезінде. Наурыз, Қазір олар көнерген сөз емес. Кеттік. Бірінші сұрақ, Алия, сіздікі. Архаизмі бар сөйлемді. Біріншісі ғой. Алия, біріншісі ма? Жо, мен ғой Әйгерім, әлі жауап бермей жатыр. Айтыңыз ендеше. Сіз оқи қойыңыз. Неге біріншісі? Архаизмі бар сөйлем табыңыз, шықсаң ұзақ сапарға, армасат, отарба. Отарба деген не ол? Отарба Ол архаизм бе, историзм бе? Поезд. Историзм ағай. Все. Пьесадағы авторлардың ремаркаларына үстірт қарауға болмайды. Бау-бақша, қызанақ, орамжапырақ, әңгеле, қияр отырғызылды. Шиде мен тон қабаттап киген малшы бет қарауға шыдамай теріс айналды. Соңғысы екен ғой. Соңғысы. Себебі шидем, тон дегендеріміз киім атаулары бұрын қолданған, иә? Иә. Болды. мата. Кеттік, Айшуақ, бір сұрақ сіздікі. Архаизмнің тарихи сөзден айырмашылығын көрсетіңіз. Қазіргі ағайын жаңа қайталанды ма? Жоқ. Тарихи сөздерге Мана тарихи тарихи сөздердің архаизмдердің айырмашылығын сұрады. Аха. Қазіргі кезде мүлдем қолданылмайды. Архаизмдер кеңес дәуірінің тұсында ғана қолданылған жоқ. Тарихи сөздерге газет журналда көп қолданылады. Архаизмдер өзгеріп басқа сөздермен ауыстырылған. Архаизмдер соғысқа байланысты сөздер. Болады ағай, архаизмдер өзгеріп басқа сөздермен ауыстырылған. Ал историзмдер олай болмайды, Иә. Өте жақсы болды. Екінші, Айнұр, сіздің сұрағыңыз. Ыдыс-аяққа қатысты архаизм табыңыз күбі, піспек, және сосын күбі ма? Күбі негізі, иә? Күбі ағай, күбі. Иә. Күбі деген болмайды. Күбі деген ол кетеді. Сосын? аяққап. Аяққап. Қараңыздар. Аяққап деген. Аяққап деген бар. Үй тұрмысына қатысты. Иә, үй тұрмысына қатысты. Енді, демек, қолдану аясы қолдану аясы шектеулі бірінші сөз көнерген сөздер. Дұрыс па? Иә. Екінші, біз ол жаңа сөздер. Енді new деген сөзден шығады ғой? New logos. Иә. Неологизмдер, яғни жаңа сөздер. Қоғам дамып тоқтамайды. Біз бүгін оқымасақ та қоғам тоқтап қалмайды. Иә. Біз бүгін көп ұйықтасақ, әлем тоқтап қалмайды. Бізді күтіп қашан тұрар екен мынау байғұс деп. Өмір жалғаса береді. Сол үшін жаңа дүние ене береді, жаңалық ене береді, жаңа дүние пайда болғасын, жаңа атау ойлап табу керек болған. Дұрыс па? Иә. Мысалы үшін, менің қолымда бір дүние бар. Планшет. Бірақ, ол ондай болмаған, жай ғана планшет деген сөз болған. Ал оның функциясына қарай, ол жай планшет емес, ол графический планшет деген атау болады. Қоғам дамыды, жаңа нәрсе ойлап табылды, жаңа сөзді ойлап табылды ма? Иә. Барлық сферада да солай. Мейлі мәдени, мейлі саяси, мейлі экономикалық қатынастардың, ғылым мен техниканың дамуына байланысты тілге енген, жаңадан енген сөздерді біз неологизмдер деп атаймыз. Жарай ма? Иә. Жаңа сөздердің көбі екі сөздің бірігуі арқылы жасалады. Енді бұлар қауіпті деп айтқан дұрыс бола ма енді? Көбінесе біз оларды неологизм деп ойламаймыз өкінішке. Зейнетақы. Бұл жердегі проблема мынада. Бұрын зейнетақы болмады ғой, бұрында болды ғой деп айтасыздар. Сол үшін жазды. Бұрын олардың атауы орысша болды. Жарай ма? Бұрын бұлар болды, мысалы, еңбекақы бұрыннан бар ғой. Бұрыннан бар еңбекақы. Қонақжай деген бұрыннан бар. Қонақжай деген енді гостиница ғой. Гостиница бұрыннан бар, санатория бұрыннан бар. Бірақ біз оларды бұрын орысша версиясын қолдандық. Жарай ма? Түсіндіңіздер ме? Ал оларға жаңа қазақша атау келсе, олар қолданыстан шығады да жаңа атаулар жаңа неологизм болып есептеледі ғой. Иә. Біз демек бір сөз келген кезде біз ойланамыз. Стипендия деген сөз бар.
Оны қалай аударсақ екен? Стипендияны кім алады? Студенттер. Шәкірт алады. Шәкіртке берілетін ақы. Алдық та біз екі сөзді біріктік, шәкіртақы деген жаңа сөз пайда болды. Түсіндіңіз бе? Иә. Қараңыз. Сонда қалай оңай есте сақтауға болады? Ақы жай қосылады көбінесе. Енді мысал үшін деп айтсақ, дәл осы жағдайда байқадыңыздар ма? Кемежай деген не екенін түсініп тұр шығар? Иә. Иә, ағай. Кеттік. Екі сөз тік, ұшақ. Жол, серік. Жол серік. Құжат. Тіл құжат. Бейне, клип. Дәл осылай кете береді. Бұлардың да тізімін мен сіздерге жіберемін. Жақсы ма? Хорошо. Ғаламтор, велошабандо, жедел саты дегеніміз не айтпақ? Лифт, жеделсаты. Лифт. Ғаламтор, интернет, Оққағар. велошабандоз, Оққағар. оққағар деген не телехранитель. Жанкүйер дегенді білеміз. Өте жақсы. Енді қараңыздар. Мынау өте ма? Бізге қандай да бір жаңа ұғым келген кезде шеттен біз не істейміз? Біз бірінші кезекте оны дәл сол күйінде алмауға тырысамыз. Түсіндіре алдың ба? Мысалы үшін телефон деген сөз келді. Өзіміздің. Телефон деген сөз келді. Біз іздедік. Бұрын қазақта телефонға ұқсас зат болмаған ғой? Иә. Біз оған қазақтың бұрынғы сөздерінен сөз таба алмадық та, амалсыз телефон деп қабылдадық. Ал кейбір жаңадан келген ұғымдарды бұрынғы қолданысымыздағы сөздерден, көнерген сөздердің және диалект сөздердің арасынан соған сөз тауып, біз ол сөзді аударып алдық өзімізше. Сондай сөздерге ғарыш, ғарышкер, кеден, кешен, жарғы деген сөздер шығады. Мыналар өздері қазір неологизмдер, ал бұрын не көнерген сөздер, не диалект сөздер болған. Жарай ма? Әсіресе, Немелтай деген кім деп сұрайды? Ол немеренің баласы. Немеренің баласы Немелтай деп айтады. Жақсы ма? 3-ем, 4-ем дегеннің не екенін білеміз бе? Иә. Жоқ. Не ол? Екі баланы егіз дейді. Екі бала бірге туылса, иә? Ал 3 бала туылса, 3-емді 4 бала туылса. Қазір онда ол сөздер неологизмдер ма? Біз қолданамыз, иә, кәдімгі өмірде. Иә. Олар неологизм. Бұл жердегі айырмашылық сол. Мынау әсіресе мына 3-ем мен 4-ем, олар мүлдем қолданылмаған деген сөз жоқ. Әсіресе 3-ем мен 4-ем, олар бұрын Қазақстанның бір өңірінде ғана қолданылған. Бұрын олар диалект болды. Түсіндіре алдың ба? Бұрын олар диалект болған. Енді мұн жақтан орысша сөз келді, тройняшки деген. Жібектен іздей бастады. Ағай, ол сонда бағанағы сөздер сияқты ғой, иә? Ислам деген сияқты. Сияқты. Бұлар көнерген сөз диалект болудан қалады да, бұлар неологизмге айналып кеткен. Жарай ма? Жақсы ма? Сосын мен диалекттен қарадым да, 3-ем, 4-ем деген сөз болады екен. Анау тройняшки деген сөздің орнына мен мына диалектіні неологизм ретінде есептейін деп жаңа сөз енгіздім. 3-ем, 4-ем деген. Жақсы ма? Кейбір жағдайларда жұрнақ жалғану арқылы немесе сөз мағынасының кеңеюі арқылы жасалған неологизмдер. Мысалы үшін, желім, ұшақ, самалдық. Енді самал деген не? Не самал деген? Жел. Самдық деген жұрнақ. Сонда біз мысалы көп қабатты үйде тұрсақ, бір желдің үфін естігіміз келсе, қайда шығамыз? Балконға шығамыз. Иә. Сол балконда самал келетін жер дегендіктен самал деген сөзге дық деген жұрнақ қосып, самалдық деген неологизм шығарған. Енді бір кездері қылтима деген варианты болып күлдіріп жүрді ғой бәрімізді. Сол ғой? Иә. Сонда жүлдеге гер жалғанып, жұрнақ жалғанып, жүлдегер, оқуға оқырман, көрерге көрермен, тілші деген сөзде неологизм болып есептеледі. Тілші де неологизм болып есептеледі. Жарай ма? Зымырадан зымыран пайда болған. Жария етуден, жар салу деген қазақта сөзі бар ғой. Соған нама жалғатта рекламаны жарнама деп қазақша аударып қойды. Жарай ма? Осылар жұрнақ жалғану арқылы немесе сөз мағынасының кеңеюі арқылы жасалған неологизм. Сөз мағынасының кеңеюі деген сөз бір сөздің мағынасы кеңейе бастайды. Мысалы үшін делік қалам деген сөз. Қалам деген бұрын тек қана бір зат болсын. Ал қазір қалам деген зат көп қой. Бірнеше затқа қалам деп аударылуы мүмкін. Немесе ручка деп алайық. Орысша сөз алайықшы, ручка.
Тұтқа. Ол тұтқа есіктің тұтқасы бар. Ал есіктің түрі көп қой. Машинаның есігінде біз ручка деп айтамыз ғой. Есіктің ручка екеуі бір-бірінен мүлдем келмейді ғой, негізі функциясы бір болғанымен. Дұрыс па? Ашатын жер, ұстайтын жер, соның барлығы, яғни сөздің өзі қалады да, жаңа мағыналар пайда болып қосыла береді оған. Түсіндіңіздер ме? Сонда сөз мағыналарын кеңею деп айтамыз. Сөздердің тіркесу арқылы. Жер серік деген екі сөз қосылды да, жер серігі деген неологизм пайда болды. Компьютер деген, жүйе деген екі сөз қосылды да, тіркесті де, тіркесу деген білеміз ғой. Екі сөз келеді, бір-бірінен бөлек жазылады. Жаңа сөз пайда. Енді кейде былай деп сұрайды, енді бұл сіздер үшін қатты қиын емес. Биология ғылымына қатысты неологизмдер. Мыналар қызанақ. Біз бұрын помидор деп қолданамыз. Помидор деген сөз қолданыстан шықты, біз оған жаңа сөз ойлап таптық, қызанақ деген. Демек, қызанақ неологизм. Түсіндіңіздер ме? Өскі, өскен, жасуша, қаудан, ағза, қырыққабат. Жарай ма? Бұлар жаңа сөздер болғандықтан неологизмдер болып есептеледі. Енді қараңыздар. Мыналар керісінше жаңа сөз болудан қалған сөздер. Неге деп ойлайсыздар? Олар Біз оны өзіміздің қазақша аударып алдық. Самолет. Біз оларды қазақша аударып алдық. Демек, олар қазір біз үшін неологизм. Космос деген ғарыш, космонавт, аудармалары бізге неологизм болып есептеле ме? Иә. Иә, есептеледі. Есептеледі. Ұшақ, тікұшақ, Өздері есептелмейді. Бұлар есептеледі ғой, самолет дегендер. Иә. Түсіндіңіздер ғой? Иә. Кішкентай нәрсе, бірақ осыдан қанша сұрақ шығаруы мүмкін. Ал, бір сұрақ. Айнұр, бастаңыз. Сөздердің бірігуі арқылы жасалған жаңа сөздерді көрсетіңіз. Зейнетақы ермексіз. Себебі зейнет деген ол пенсия ғой, соны қазақша аударған. Ақы, ермексізден ермек, сосын саз, пластилин. Бол, екі сөздің жасалғандығы жеткілікті. Алия. Жай сөзімен қосылып жаңа сөз жасай алатын сөздерді көрсетіңіз. Жай кеме, жай жылы, қазір. Жаймен, жай жеке, жай мекен, жай кеме, жай жылы. Жай сөзден кейін тұрады, сіз алдына қойып жатсыз. Кеме жай, жыл жай, в жауабы. Кеме жай, жыл жай. Біз сән жай деп айтпаймыз, жауап А болмайды. Біз мен жай деп айтпаймыз. Біз жол жай деп айтпаймыз. Жеке жай деп айтпаймыз. Дұрыс қой? Иә. Айтамыз. Жеке жай деп айтамыз ба? Бірақ жалғыз жай дейміз. Бірақ жалғыз жай деп айтпаймыз. Жалғыз жай деп айтпаймыз. Ағай, жеке жай деген бар ғой. Да? Қандай мағына біледі? Жеке жай деген. Жеке үйі болады ғой, үлкен, коттедж, сол. Дача ғой ағай. Иә. Дачаны жеке жай деп айтады. Үлкен үйде тұратындар. Ол саяжайды. Саяжайсы деп атылады. Жеке жай дегенде болады киноларда. Болады ғой солай. Түріктің киноларында өзінің екінші үйлерін жеке жай деп атайды. Олар айта береді олар. Кет. Екінші, диалект сөздерінде салған неологизмдер. Айшуақ, сіздің сөзіңіз. Бұрын диалект болған. Қазір диалект сөздер жаңағы ағай. Дернәсіл деген болмайды, ағза деген болмайды, теңге деген болмайды, үшем деген болады. Сосын немелтай деген жоқ, жарғы деген вообще жатпайды, ақорда деген болмайды. Сонда немелтай? Дүңгіршек деген ағай. Дүңгіршек деген. Немелтай, тай деген не тұр ғой сонда? Жоқ. Бұл деген сөз бен қосымшаның арасында жасалған. Бұрын бұл екеуі диалект болған. Бұрыннан бар бұл екі сөз. Қазақстан бірақ бір өңірінде ғана қолданған. Барлық Қазақстан қолданбаған. Ал біз мана айттым ғой. Ал үш баланы қалай деп атаймыз деген кезде. Үш бала деп атамыз. Иә. Сол кезде іздеген қазақтың белгілі бір өңірлерінде бәлкім осындай бір сөз бар шығар деп. Сөйтсе диалект бар екен, үшем деген. Біз соны алдық та барлық қазаққа жаңа сөз ретінде бердік. Түсіндіңіздер ме? Иә. Олар бұрын диалект болған, қазір диалект болып есептелмейтін неологизмге айналды. Үшем және немелтай. Жақсы ма? Немелтай. Иә. Табу сөздер. Табу сөздер деген тап деген сөзден шыққан ғой, түсінікті ғой, иә? Жаңа бір сөз табу. Қандай да бір себепте.
оны басқаша бұрмалау деп атайды. айтады. Жарай ма? Иә. Табу Индонезия тілінен шыққан. Иә, табу сөздер индонезия тілінен шыққан деп айтады. Бұл мифтік ескі наным сенім бойынша атын тура айтуға тыйым салынған сөздер. Кейде оны тыйым сөздер деп айтады. Табу сөздер тууына қарай екі түрлі түрі бар. Біріншісі оның тергеу деп аталады. Ат тергеу. Ат тергеу деп қазақ мына нәрсені айтады. Келіп түскен келін өзінің қайын жұртын өз атымен атамаған. Ат тергеген. Иә. Жаңа бір ат қолданған ол үшін. Айгерім, келдіңіз ғой, иә? Иә, Аха. бірақ Мысалы, қызға шырайлы, енді